Біздің баршамыз өмірді жақсы көреміз. Әрі барынша қуанышты ұзақ өмір сүру үшін жас әрі жігерлі болғымыз келеді. Осы мақсатта адамдар әрдайым өмірді ұзартпаса да, кем дегенде сапасын жақсартуға мүмкіндік беретін барлық әдістер мен жүйелерді жасаған. Соның бірі ораза. Ораза адам организмдегі қажетінен артық және ескі жасушаларды жоюшы қызметін атқарады. Оразаның тәртібі бойынша адам жылына 1 ай толығымен ораза бекітеді. Күніне кем дегенде 14 сағат жеп-жеуден тыйылып, одан кейін бірнеше сағат аузын ашып, әл жинап алуы қажет. Бұл адам ағзасындағы жасушаларды жандандырып, керек еместерін жою процесіне қажет уақытқа дәлме-дәл келеді. Адам қарны ашқан кезде әлсіз жасушалар өздігінен жойылып, аштыққа қарсы тұру үшін адамның ішкі организмдерімен белсенді жұмыс істейді. Осы сәтте адам ағзаларының белсенділігі артып, өміршеңдігі күшейе түседі. Сондай-ақ ораза адам организмін тас, артық ет, май мөлшері сияқты зиянды заттардан арылтады. Ораза қант ауруына тосқауыл бола алады. Ораза тұту қандағы қант төлесін барынша төмен мөлшерге түсіруге үлкен септігін тигізеді. Себебі ораза ұстаған кезде адамның ұйқы безі демалады. Ұйқы безі қантты крахмалдан заттар мен майларға айналдыратын инсулин бөледі. Егер адам ұйқы безі шығаратын инсулиннен артық мөлшерде тамақ жейтін болса, онда бұл ұйқы безін ауыр тиіп жұмыс істеу белсенділігін төмендетеді. Осылай жалғаса берсе, ұйқы безі өз функциясын атқарудан қалады. Осы уақытта адам бойындағы қант қанға тарай бастайды да, оның қандағы құрамы бірте-бірте көбейіп, адам қант ауруына шалдығады. Қазіргі әлемнің біраз жерінде қант дертіне шалдыққан адамдарды ораза тұту арқылы емдеу етек алуда. Ауыз бекіту арқылы қант ауруын емдеу процесі былай жүреді. Пациент 3 апта бойына күніне қанындағы қанттың мөлшеріне байланысты 10 сағат пен 20 сағаттың арасында ауыз бекітеді. Одан кейін ауыз ашқан кезде жеңіл тамақтармен қоректенеді. Бұл химиялық дәрі-дәрмектерді қолданбай-ақ қант ауруын емдеуге өте ұтымды жол екенін медицина дәлелдеп отыр. Француз биологы, ішкі ағзалар бойынша білікті дәрігер болған Нобель сыйлығының лауреаты Алексис Каррель өзінің белгісіз адам деген еңбегінде былай дейді: адамдар барлық ғасырда ораза тұтқан, сондай-ақ барлық дін тамақ судан тыйылып ауыз бекітуге шақырудан ешқашан тыйылған емес. Адам ауыз бекіткенде ең бірінші аштық, одан соң денеде әлсіздік сезінеді. Бұл сыртқы болып жатқан жағдайлар, бірақ ішкі организмде құбылыстар бұған қарағанда маңыздырақ. Осы сәтте бүйректегі қант қимылдайды. Онымен бірге терінің астында сақталған майлар да қимылдап ериді. Ішкі ағзалар мен жүрек бір қалыпта жұмыс істеу үшін барлық организм өзіндегі сақталған қордан қажетті энергия жұмсай бастайды. Бұл болашақта адам организмінің жақсы жұмыс істеуіне көмектеседі. Каррель айтып отырған тамақтан белгілі бір мезгілде тыйылып ауыз бекіту мұсылмандардың ораза тұту үлгісіне толықтай келетінін айта кеткен жөн. Артық салмақтан арылуға әсер ететін бұл ораза. Егер ораза ұстаушы ауыз ашқаннан кейін жейтін тамақ мөлшеріне шектеу қойып дұрыс режиммен жүрсе, бойдағы артық салмақтан арылуға ораза таптырмайтын әдіс. Яғни адам ұзақ уақыт қарны аш жүріп бірден ауыз ашқан кезде тамақ пен сусындарға тойып алмаған жөн. Себебі бұл керісінше салмақтың көбеюіне әкеп соғады. Алла елшісі Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам ауыз ашар кезде тек бірнеше құрмадан дәм татып, аз ғана су ішіп ақшам намазына дейін тұратын. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам осы әдеті бәрімізге үлгі бола алады. Себебі құрманың құрамында қант бар, ал қант қан құрамында тез тарайды. Сол себепті адам аузын құрмамен ашатын болса, бірден тоқшылықты сезеді. Сонымен қатар, құрма адам ағзаларының қалыпты жұмыс істеу үшін қажетті энергиямен қамтамасыз етеді. Көп адамдар күні бойы тамақтан тыйылып, ауыз ашқаннан кейін бірден ауыр майлы тамақтарды, көкөністерді жеп бастайды. Бұл тағамдарды асқазан қорды ұзақ уақыт алады. Ағза асқазанға түскен тамақтан өзіне керек энергиясын алып, қантқа айналу себебінен адам тоқшылықты сезінеді. Бірақ кісі бәрібір өзін аш сезініп, тамақтың үстіне тамақты жей береді. Сөйтіп организміне қажетті энергияны мөлшерінен асырып жіберіп, осылайша ораза ұстау өзінің қасиеттерін бірін жоғалтып, адам артық салмақ қосып семіздікке ұшырайды. Әрине, Алла шариғатынан бізге қалғаны бұл емес. Ораза тері ауруларына да пайдалы. Ауыз бекітудің тері ауруларымен күресуде пайдалы әсері бар.
Себебі адам ораза тұтқан кезде қандағы су мөлшері азаяды, яғни терідегі су құрамы да кемиді деген сөз. Бұл терінің қуаттылығын арттырып, зиянды микробтар мен бактерияларға қарсы тұруға көмектеседі. Сондай-ақ қышыма ауруының адам денесіне әрі қарай таралуын тоқтатып, терінің майлануы мен аллергиядан жазылуға да оң әсерін тигізеді. Ораза ұстаған кезде ас қорыту жүйесі демалады. Ауыз бекіту ас қорыту жүйесінің дем алуына мүмкіндік береді. Дегенмен адам организмінің өзінің табиғи функцияларын атқарады және тамақ қорытуға арналған сөл әдеттегіден аз мөлшерден бөлінгенмен сөл өлу процесі қалыптағы жағдайдан өз қызметін атқара береді. Бұл адамның сөл бөлу жүйесін жақсартып, бір қалыпқа түсіреді. Ораза қан қысымын түсіреді және де бас ауруына да пайдасы бар. Ауыз бекіту қан қысымын түсіруге және қанның қоюлану қаупін азайтуға бағытталған табиғи жол. Өйткені адам ұзақ уақытқа тамақтан тыйылған кезде бойға қажетті энергияны жеткізу үшін организмдегі дененің маймен қоса глюкозаны жаға бастайды. Сондай-ақ адам бойындағы тамақ құрамына және адреналин сияқты гормондар азаяды. Бұның бәрі бойдағы қан қысымының түсуіне әкеледі. Қарап отырсақ, Алла тағала бізге ораза ұстауға әмір беру арқылы тек ақыретімізді емес, осы дүниеде де деніміздің сау болғанын қалаған екен. Расында бізге жаратушымыздай мейірімділікті, шапағатты ешкім көрсете алмайды. Ендеше біз ауыз бекіту арқылы ақыретімізге азық жинауымызбен қатар осы дүниеде озады екенбіз. Алла тағала ұстаған оразаларыңызды қабыл қылсын. Құрметті көрермен, егер де сізге видео пайдалы болса, лайк басып тіркеліп қойыңыз. Мен сіздерге дәрігер айтпайтын құпия ақпараттармен күнделікті бөлісіп отыратын боламын.